Ассаламу алейкум, сіздермен аяла тәттілері. Бүгін өте дәмді зебра пирогын жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Осы процеске қатты көңіл бөліңіздер. Жұмыртқамыз осылай 2-3 есеге көтерілу қажет. Жұмыртқалы массамыздың үстіне қаймақты салып, тағы да миксерлейміз. Бұл жерде көп миксерлеудің қажеті жоқ. Жұмыртқалы массамыз төмен түсіп қалуы мүмкін. Сұйық май, ұн, разрыхлительді қосып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Осы массамызды теңде 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші қамырға 1 столовый ложка какао салып, жақсылап миксерлейміз. Какаоның түйіршіктері қалмау керек. Осындай біркелкі масса шығу қажет. Жиырма 3-24 дециметрлі формаға 1 столовый ложкадан кезекпен осылай құйып шығамыз. Енді шпажканың көмегімен, шпажка немесе зубочистка бола береді, осылай узор жасаймыз. Дәл видеодағыдай жасаңыздар, өте әдемі узор шығады. градуста қызып тұрған пешімізге 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің зебра пирогымыз дайын. Өте күшті көтерілді, өте жұмсақ болды. Оны қараңыздар, узоры өте әдемі болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.